Асар баспана жобасының негізін қалаушы Нұрбол ағамызды қазіргі уақытта барлық медиалардан, Қазақстандан, барлық телеарналардан жаңағы мошенник пирамидалық ұйымның ұйымның негізін қалаушы деп танып жатыр. Ол кісінің құрған жобасын пирамидалық ұйым деп жаңағы жариялап жатыр. Бұл негізінде сот жүзінде ешқандай дәлелін тауып, соттың үкімі шыққан жоқ. Именно осы пирамидалық ұйым болды деп. Сот процесі болып атқан уақытта, дәл қазіргі сот процесі болып атқан уақытта кез келген жаңағы тергеуші өкілдер, немесе жаңағы медиалардан болсын, кез келген бұқаралық ақпараттардан жаңағы информация сливать етіп айтуға заң жүзінде тыйым салынған. Енді өздеріңіздің шығарған заңдарыңызға өздеріңіз бағынбай, өздерінің жаңағы не дейміз, молданың айтқанын істеме, айтқан істе, жаңа істеген істеме дейді ғой, тура солай болып тұр ғой. Енді халықтың тарапынан бір кішігірім эфир ашып, бір кішігірім жаңа осындай публикациялар жариялап, осы Асар баспанасы бойынша осыған дейін қандай жұмыстар жасалды, жаңа медицина саласынан бастап, мәдениет саласынан бастап, күнделікті халықтың тұтынып отырған жаңағы кірсабын, жаңағы зубной щетка түгел материалдық азық түлік етінен бастап, соғымынан бастап, күнделікті толтыратынына тариф, жаңағы балансына дейін, бензин, суына дейін, ауыл шаруашылығының дамуына жан-жақты жаңағы адам ресурсына қатысты қандай сала бар, жан-жақты сол салалардың барлығын қамтыған осы үлкен жобаның жаңағы данымен аяқтан шалушылық болып тұр. Бұған тік көзбен қарайтын болсақ, адал көзбен қарайтын болсақ. Енді бұл жобаға қарсы келіп, бұл жобаға қиянат жасаған адамдар, бұл тек қана бұл жобаға емес, жаңа қамауда тұрған Нұрбол мырзаға жасалған қиянат емес, тек қана осы Асарға қатысушы адамдарға жасалған қиянат емес, бұл жоба қазаққа жасалған қиянат, халыққа жасалған қиянат. Неге? 95 мың бірдей халықтың аузынан бәрібір ауызбіршілік, осы уақытқа дейін ондай деңгейдегі ауызбіршілікті мен өз басым көрмегем. Бірақ дегенменде 95 мың адам бір үйдің баласындай бір ауыздан сөйлеп отыр, бір ауыздан жаңа өздерінің лидерлері Нұрбол ағамызды қолдап отыр. Егер халықтың арасынан бір пострадавший, жаңағы жәбір көруші болып, жәбірленуші болып шыққан жағдайда, заң өкілдері қалай тергесе де, қандай заң қабылданса да, қалай жаңағы өздерінің жұмысын жасаса да, өздерінің еркінде, әр адам өзінің жұмысын өзі біледі ғой. Дегенмен де қазір барлығын көріп тұрып, халықтың көз көріп тұрып, халықтың сұранысын көріп тұрып, мына жобаның қаншалықты дұрыс екендігін көріп тұрып, бірақ мойындамастан, мүмкін біреуге бұйрыққа бағынып істеп жатқан шығар. Мүмкін біреулер жаңағы жете түсінбей жатқан шығар. Бірақ дегенмен де мына қиянат жасалып жатыр. Бұл жобаға, бұл жобаны құрушыға, және осы жобаның қатысушыларына, қазақ халқына үлкен қиянат жасалып жатыр. Осындай қиянат жасалып жатқан уақытта үндемей, үнсіз қалатын болсақ, дәл сол қиянат жасаушылардың қатарында біз де боламыз. Сондықтан осы қиянат жасалып жатқан залымдардың қатарына болмас үшін осылай үніміз шығарып сөйлеп жатырмыз. Осы сөйлегеніміз үшін де біз күнәлі болып жатырмыз. Ары бері баруымыз керек, уақытымызды құртуымыз керек, жаңағы түсініктеме жазуымыз керек деген сияқты. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Айтарымыз осы, әрі қарайда Асар баспана жобасын қолдаймыз, қорғаймыз, халық бір орында тұрмаймыз. Бір орында тұрмаймыз дегенде жаңа осылай видео үндеулерімізді әрдайым жариялап тұрамыз, әрдайым шығарып тұрамыз, өзіміздің пікірімізбен бөлісіп тұрамыз. Асар баспана жобасы мың жасасын. Асар жобасы жаңағы жасап өзінің жұмысын ары қарай жалғастырған уақытта мен сіздерге айтайын, бірде-бір қазақ кредит алып өмір сүруге мұқтаж болмайды. Мен бұған гарантия беремін. Мен бұны зерделедім, оған сенімім. Біріншіден Аллаға, екіншіден осы жобаның жұмысына сенімдімін. Иншалла алдағы уақытта ақталып шығады. Ақталып шығу үшін 95 мың адам бар, және біз сияқты осы жобаны қорғаушылар бар. Ұйықтамаймыз, демалмаймыз, басқа жұмыс шаруаларын бәрін бір жерге жинастырып қойып қоямыз. Именно осы Асар баспана жобасының ақталуының артынан түскеніміз түскен.